Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видео тағы да шоколадты құлпынайға арналады. Жасалу жолын қайталап айтудың керегі жоқ деп ойлаймын. Жай ғана ұнаған идеялар болса, жасап көрсеңіздер болады. Егер жаңадан көріп отырған оқырман болсаңыз, шоколадты құлпынайдың жасалу жолын менің арнамнан таба аласыздар. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Лайк басып, пікір жаза отырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.